Самауыр қайда? Мен тұрғанша дайын болу керек еді. Кешіріңіз апа, таңертең ішім ауырып, сондықтан кешігіп қалдым. Ішім ауырды? Мен 4 бала тусам да ондай сөз айтпадым. Көп қимылдасаң тез босанасың, өзіңе жақсы емес пе? Күнде таңертең жатып алмай, барып Динараға көмектессеңші, келінсің ғой. Динараға ешкім ерте тұр деген жоқ қой. Өзі емес пе жүгіріп кете беретін, апам әбден басынып алған оны. Бүгін кешке үйде боласың ба? Әлде тағы жұмыста қалдым деп келесің бе? Білмеймін. Білмеймін, бұл жауап емес Асқар. Мен осы үйде тұрамын, анаңа шыдаймын. Ең құрығанда дұрыстап жауап берсей? Осы некені қалаған өзің. Ешкім сені мәжбүрлемеді, шағымданба. Әй Айдана, келін болған қалай екен? Қалай болушы еді Күлпаш апа, ойдағыдай. Саған бірдеңе айтайын ба? Кеше енең қайын апаңмен сөйлесіп жатқан. Кездейсоқ естіп қалдым. Не деді? Сенің енең сол бұрынғы әйелі Жанелді Асқармен қайта қоспақ ойы бар. Сені баласына жараспайды деді. Ол қалай болғаны? Айдана, байқа. Енең сені ажырастырғысы келеді. Сәлеметсіз бе Күлпаш апа? Әлия, қалың қалай? Сендермен отыратын едім, бірақ кетуім керек. Қайын апа, төркіндетіп келіп қалдың ба? Не болды? Қуанышты емессің ғой? Әлия, маған шыныңды айтшы, апа әлі де Жанелмен сөйлесіп жүрме? Енді немерелерін көруге хабарласады да. Тыңда, Әлия, менің артымнан бірдеңе жасап жүрсең, менен жақсылық күтпе. Асқар, Жанел жайлы сөйлесейік. Айдан, шаршап тұрмын жағадан алмашы сұрақтарыңмен. Ол өткен нәрсе, сөйлесетін ештеңесі жоқ. Анаң мен Әлияға маңызды болып тұр ғой? Кім айтты мұны саған? Маңызды емес, кім айтса да. Бастысы бұл шын ба жоқ па? Түсінікті. Мен анамды басқара алмаймын. Мені бір рет болсын жақтасаң қайтер еді. Бүгін Алматыдан қонақ келеді. Үстелді жайнатып қойыңдар. Апа, бүгін дәрігерге жазылып қойып едім. Дәрігер қашпайды. Қонақ тек бір рет қана келеді. Үйде қалатын бол. Бара берсін, бала маңызды емес пе? Сен тыныш отыр. Сенен ешкім сұраған жоқ. Өзіңіздің болашақ немереңіз ғой, қалай олай айтасыз? Кім білсін, біздің балама жоқ па? Апа, қалай ғана олай айтасыз? Иә, айта бер, не үшін шақырдың? Сен білуің керек жағдай бар. Асқар да анасы да маған қоңырау шалып жүр. Асқар қателесті, үйге қайтып келші деді. Сенің білуің керек деп шештім. Иә, білемін. Оны не үшін айтып отырсың? Ол үйде апа барлық шешімді қабылдайды. Асқар ешқашан қорғамайды, соны біліп жүр. Енді мені де Асқарды да мазалама. Апа, сен Жанелге қоңырау шалдың ба? Шалдым, не болыпты? Апа, бұл не деген нәрсе? Мен үйленгенмін. Айдана менің әйелім. Айдана саған қатын болып жарытпайды. Жанелге қайта үйлен. Апа, бұл менің өмірім. Асқар, балам, менің қанша өмірім қалды дейсің? Жанел жақсы қыз еді. Сендердің қосылғандарыңды қалаймын. Алмас, мен бүгін дәрігерге бармадым. Апа жібермеді, қонақ келеді деп. Ол қалай болған? Неге айтпадың? Мен саған өз шешімді айтайын деп тұрмын. Не болды? Қандай шешім? Уақытша тәтемнің үйіне барып босанған соң келемін. Бұл оңай шешім емес қой. Мен бұл үйде бала туғым келмейді. Алмас, анаңмен сөйлес. Қайда болдың? Жанелмен кездестім. Неге? Не үшін? Маңызды емес, Асқар жауап берші, менің осы үйде қалғанымды қалайсың ба? Түсінікті. Кетпеші, Айдана. Келесі серияда Жанел хабарласады, бірақ басқа сырымен. Комментарийге жалғасы деп жаз.